Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге тез оңай дәмді арнасы. Бүгін осындай ең дәмді қарапайым пирогты дайындаймыз. Ыдысымызға өзімізге қажетті мөлшерде сары май салып, оған ұн қосамыз. Ұн мен сары майды осы видеода көрсетілгендей араластырамыз. Мінекей нәтижесі осындай болды. Енді оған сода қосып тағы да араластырамыз. Енді басқа ыдысқа су құйып, оған тұз салып араластырамыз. Осы суымызға сәл ғана сірке суын қосып тағы да араластырамыз. Алдын ала дайындап қойған араласқан ұн мен сары майға бір жұмыртқа қосамыз. Содан кейін жаңағы дайындап қойған сұйықтығымызды құйып, қамыр жасаймыз. Мінекей бізде осындай қамыр дайын болды. Енді оны салафанға салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Әзірге пирогтың салмасын дайындаймыз. Ол үшін пиязды осылай тураймыз. Сәбізді үккіштен өткіземіз. Орам жапырақты видеода көрсетілгендей тураймыз. Салмасын ары қарай дайындау үшін осылай ыдысқа сұйық майды құямыз. Май қызған кезде оған пияз саламыз. Қуырылған пиязымызға сәбіз қосып араластырамыз. Енді турап қойған орам жапырақты қосып тағы да араластырамыз. Дәміне байланысты өз қалауынша бұрыш, тұз және басқа да дәмдеуіштерді қосамыз. Жаңағы қамырымыз 30 минуттай тоңазытқышта тұрды. Енді оны осылай екіге бөліп аламыз. Қамырымыздың үлкен бөлігін осылай жаямыз. Енді пирог пісіретін жайпақ табамызға ұн сеуіп, қамырымызды саламыз. Қамырға дайындап қойған көкөністер салмасын саламыз. Салманың үстіне қамырдың екінші бөлігін жауып, осылай біріктіреміз. Пирогтың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығып, оны 180 градуста пештің астында
30-40 минуттай пісіреміз. Пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Көріскенше.